Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен зоб ауруы туралы айтатын боламыз. Зобтың бір атауы жемсау. Зоб ауруы қалқанша безінің ұлғаюынан пайда болады. Қалқанша безі адамдарда кеңсіріктің алдыңғы қабырғасында орналасқан. Қалқанша безінің ұлғаюы мойынның жуандауына алып келеді. Зоб ауруына шалдыққан кезде қалқанша безінің қызметі бұзылып, гормондары не аз, не көп мөлшерде бөлініп отырылады. Бұл ауру тек шығармашылық адамдарда ғана емес, барлық кәсіп иелерінде болады. Оның себебі тұқым қуалаушылық, инфекциялар, психикалық жарақаттар, ағзаның әлсіреуі, шаршау, депрессия, орталық жүйке жүйелерінің, жыныс бездерінің дұрыс қызмет істемеуінен болады. Күн тәртібіне бағынбай, түнде ұйықтамай, дер кезінде тамақтанбай, шапқылап жүргендіктен болады. Оларға диффузды токсикалық зоб тән. Қалқанша безінің гиперфункциясы мен гиперплазиясы салдарынан пайда болған зоб. Есте сақтау қабілеті төмендеу, депрессияға, жүйке тозуы, терінің кеуіп, шаш түсуі, ағза температурасының төмендеуі, ағзаға су жиналып, қабынудың салдарынан салмақ қосу немесе салмақ тастау. Бет домаланып, өңі қашуы болады. Қазақстан йод жетіспейтін аймаққа жатады. 2000 жылдан бастап йод жетіспеушілік аурулары көбейеді. Тұрғындар тағам құрамындағы йодқа ерекше мән берген жөн. Йод жетіспеушілігі тахикардия, қол дірілдеуі, аз ғана диффуздық жемсау сынды ауруларға себеп болады. Күйгелектік пайда болуы, жылау, бұлшық еттің әлсізденуі болады. Асқынған жағдайда ағзадағы тұз бен су бұзылып, тамақ астындағы безі сініп, адамның көздері сыртқа шығып, беттері өзгеріп, тыныс алу қиындайды. Жүйке талшықтары қозғыштығы төмендеп, ми геометриясы өзгеріске ұшырайды. Жүректің минуттық соғуы кемиді. Миокард гипоксиясы қалыптасады. Ас қорыту процесі бұзылады. Осыдан бастап қаназдық туады. Зоб ауруын емдеу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ережесі барлық жерде бірдей. Зобтың түрі көп. Соның ішіндегі көп тараған эндемиялық зоб. Бірінші, қалқанша безі көрінбейді, сипалағанда сезіледі. Екінші, қалқанша безі көрінбейді, бірақ сипалағанда сезіледі. Үшінші, қалқанша безі жұтынған кезде көрініп тұрады. Адам қанының құрамындағы йод мөлшері жыл мезгіліне байланысты азайып көбейіп отырады. Қыркүйек, қаңтар айларында қан құрамында йод мөлшері азайып, ақпанда көтеріледі. Күн ысыған кезде мамыр айларында йод жоғарылайды. Еркектерге қарағанда әйелдер 3-4 есе көп ауырады. Ағзадағы йодтың 90% тамақ арқылы толықтандырылады. Күнделікті тағам құрамына мән берген жөн. Йод балықтарда, теңіз өнімдерінде, балдырларда, балық майында көп. Теңіз қырыққабатын ламинарияда көп болады. Жемістерден апельсин, лимон, банан, қауын, жүзім, ананас, құлпынай, алма, құрмада өте көп кездеседі. Сүт, жұмыртқа, сары май, сиыр еті, бидай өнімдері йодқа өте бай. Жидектерге келетін болсақ, сарымсақ, шалқан, қызылша, картоп, кәді, сәбіз, қызанақ. Бірақ ет пен балықты қайта-қайта мұздатқанда оның ішіндегі йод жойылып кетеді. Операцияны асқынған жағдайда ғана жасаған дұрыс. Зоб аяғы ауыр аналарда қауіпті жағдай туғызуы мүмкін. Себебі ауру асқынған кезде шақалақ өліп кетуі мүмкін. Жаңа туған нәрестеде қалқанша безінің дамымай қалуы, туа біткен гипотериозды қалыптасуы ықтимал. Қауіптісі нәресте ақыл есі кемтар болып туылуы мүмкін. Диагноз қойылған бала өмір бойы гормондық ем алуға мәжбүр. Уақытылы емделмесе, эндемиялық зобтан қауіп жоқ. Зобтың токсикалық түрі ұзақ уақыт емделіп, дәрігер қарауында болуы керек. Дәрігерлердің рұқсатынсыз бала тууына болмайды. Егер отбасында біреу зоб болып ауырса, тұқым қуалауы мүмкін. Ол тиреоидтық гормон синтезінің генетикалық бұзылуы. Зобты әркім өзінше емдемеу керек. Эндокринолог дәрігерлер емдейді. Сырқаттың бірінші дәрежесінде тек қана йодталған йодамарин, йодты калий сияқты дәрілер ішу, йодқа бай тағамдарды тұтыну.
Еміне келетін болсақ, емі дұрыс жүрген адам йодты тағамдарды үнемі пайдаланса сауығып кетеді. Зобтың тұқым қуалайтын қатерлі түрлеріне шалдыққандары құлан таза жазылып кетпесе де, дер кезінде емдемесе сырқат созылмалы күйінде қалады. Науқастар берілген мөлшердегі дәріні ішіп тұруы керек. Егер ем дұрыс жасалса, 8 аптада жағдайы түзелуі тиіс. Кейде 2 жылға дейін созылады. Алқанша безінің көлемі қалпына келсе, 1 жылдан кейін йод қосылған препараттарға көшу қажет. Біле жүріңіз. Дені сау адамға шамамен 150 микрограмм йод қажет. Йод аздығы ағзаны химиялық, физикалық агенттерге қарсы тұруы төмендеп, ақыл есі кемейді. Зобты өз бетімен емдеу өте қауіпті. Теңіз балдырлары, теңіз қырыққабаты, ет, сүт, жеміс жидектер ағзаға йод беретін тағамдар болып табылады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.